1974 жылы 12 тамызда Кеңестік социалистік республикалар одағы азаматтық авиация министрінің номері 156 бұйрығы негізінде Ақтөбе жоғары азаматтық авиациясының ұшу училищесі құрылды. Осы бұйрықтан бастап ұшқыштар жоғары инженерлік білім алған КСРО-дағы алғашқы азаматтық авиация жоғары ұшу училищесінің тарихы басталды. 1975 жылғы оқу жылының 1 қыркүйегінде бірінші курсқа тыңдаушылары қабылданды. Өңірдің әлеуметтік экономикалық жағдайын және соңғы 10 жылдағы ауа райы бақыланғаннан кейін жаңа оқу орнының орналасу жері таңдалды. 1979 жылы алғашқы Як-40 пайда болды. Бұл кез келген ұшқыштың арманы еді. Біраз уақыттан кейін Ақтөбе жоғары азаматтық авиация ұшу училищесінде орта кәсіби білімі бар ұшқыштар өз біліктіліктерін арттыруға мүмкіндік беретін сырттай факультет ашылды. Осы кезде ұшу училищесінде барлығы 5000-нан астам жоғары білікті азаматтық авиация мамандары даярланды. Қазақстан Республикасының бірінші қорғаныс министрі, армия генералы Сағадат Қожахметұлы Нұрмағамбетов жаңа үлгідегі армия құруға ұмтылып, офицерлік кадрларды даярлауға ерекше көңіл бөлді. Қазақстан Республикасы министрлер кабинетінің 1992 жылғы 4 тамыздағы номері 653 қаулысымен Ақтөбе жоғары азаматтық авиация ұшу училищесіне 2 мәрте Кеңес одағының батыры, авиация генерал-майоры Талғат Якупбекұлы Бегелдиновтың есімі берілді. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің 1994 жылғы 18 мамырындағы номері 5-1-05-43 директивасымен Ақтөбе азаматтық авиация жоғары ұшу училищесі жанынан әскери факультет құрылды. Ұшу училищесінің 5000-нан астам түлегі әлемнің көптеген елдерінде, атап айтсақ Америка, Канада, Германия, Австралия, Африка және тағыда басқа мемлекеттердің көгіне көтерілген. Олардың арасында қазақстандық ғарышкер Талғат Мұсабаев та болды. Қазақстан Республикасы үкіметінің 1996 жылғы 4 маусымдағы номері 688 қаулысының негізінде Талғат Бегелдинов атындағы Ақтөбе жоғары әскери авиациялық училищесі болып қайта құрылды. 7 жыл ішінде мәртебесі көтерілген оқу орны 2003 жылы 10 маусымда Қазақстан Республикасы үкіметінің номері 684 қаулысына сәйкес Талғат Бегелдинов атындағы әуе қорғаныс күштерінің әскери институты деп қайта аталды. Жоғары оқу орны 9 авиациялық мамандық бойынша сапалы білім алуға мүмкіндік береді. Тағы бір ерекшелігі әскери дәрігерлер әскери институтында және Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина академиясының базасында даярланады. Әскери білімнің сапасы ғана емес, жас офицердің тұлғалық дамуы әскери элитаның қалыптасуына ықпал етеді. Офицерлер корпусы армияның жүрегі де, оның миы да. Әскери жоғары оқу орнында тәрбие және идеологиялық жұмыстар маңызды орын алады. Қазіргі заманға сана сезім мен дүние танымы қалыптасқан, көшбасшы, жылдам бейімделуге қабілетті және ерік жігері мықты офицерлер қажет. Осы мақсатта спорттық және әртүрлі бағыттағы ауқымды іс-шаралар, психологиялық тренингтер өткізіледі. Бұл өз кезегінде эмоционалды тұрақтылыққа, әскери тәртіпке, бөлімшенің тұтастығын сақтауға оң әсерін тигізеді. Әуе қорғанысы күштерінің әскери институты 50 жыл бойы Қазақстан Республикасының әуе қорғанысы күштерін жоғары білікті офицерлік кадрлармен жасақтауда. Сондай-ақ елімізбен достастық негізіндегі мемлекеттердің қарулы күштері үшінде мамандар даярлайды. Ұжымдық қауіпсіздік шартын ұйымдастыру шартына сәйкес Қырғыз Республикасы мен Тәжікстан Республикасының 118 офицері де осы оқу орнын бітірді. Қазіргі уақытта әскери институтын сәтті аяқтаған 2727 офицер, 432 майдан авиациясы ұшқыштары, 207 армия авиациясының ұшқыштары, 128 штурман, 286 жауынгерлік басқару офицері, 18 ұшқышсыз аппаратын басқару офицері, 54 әскери көлік ұшағының ұшқыштары, 1568 инженер офицері, 38 әскери медициналық қызметінің офицерлері қарулы күштер қатарында қызмет етуде. 50 жылдық тарихы бар жоғары оқу орнының жетер жетістігі әлі алда.